Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен биология пәні бойынша 9-шы сыныптың бөлім бойынша жиынтық бағалаудың 2-ші тоқсандағы 1-ші тапсырмасын орындаймыз. Бірінші баға нұсқаны. БЖБ тақырыбы бұл бізде бөліп шығарудың бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқудың мақсаттары: нефронның құрылысы мен қызметін сипаттау, фильтрация және есептің түзілу үрдістерін сипаттау, зәр шығару жүйесі мүшелерінің бүйрек ауруларын алдын алу жолдарын түсіндіру, әртүрлі ағзалар мекениеті ортасы мен зат алмасудың соңғы өнімдер арасындағы байланысты орнату. Бағалау критерийіне тоқталайық. Білім алушы, яғни сіздер оқушылар, нефронның құрылысы мен қызметін сипаттайды, фильтрация есептің түзілуін түсіндіреді, зәр шығару жүйесі мүшелері мен бүйрек ауруларын алдын алу жолдарын түсіндіреді. Әртүрлі ағзалардың мекениеті ортасы мен зат алмасудың соңғы өнімдер арасындағы байланысты орнатады. Ойлау деңгейінің дағдылары, жоғары деңгей дағдылары. Орындау уақыты 20 минут. 20 минутта барлықтарыңыз осы БЖБ-ні аяқтауларыңыз керек. Ал тапсырмаға көшейік. Бізде бірінші тапсырма бұл сурет берілген екен, яғни бұл суретте нефрон берілген. Бұл нефрон дегеніміз негізінен бүйрек болып табылады. Бүйректің орысша латынша атауы. Ал сұраққа тоқталайық. Суреттегі O, P, Q әріптерімен берілген құрылымдар сипаттаңыз. Яғни бұл жерде O, P және Q. Ал жауабына тоқталайық. Бұл жерде O дегеніміз проксималды өзек. O дегеніміз проксималды өзек. P дегеніміз жинақтағышы түтікше және Q генлия ілмегі. Қарап тұрсаңыздар, барлығы ұқсас сияқты. Проксималды өзек, яғни O деген әріпте бұл өзекке ұқсап тұр. Міне қарасаңыздар, ұқсап. P дегеніміз түтікше, ұзыннан түтікше сияқты, проксималды. Бұл бірақ жинақтаушы түтікше, ал Q әріпі бұл генлия ілмегі. Яғни суреттен қарасаңыздар, бұл ілмекке ұқсап тұр. Түсінікті болса, екінші тапсырмаға өтеміз. Екінші тапсырма бұл бізде фильтрация жүретін бөліп қай әріппен берілгенін анықтаңыз дейді. Яғни фильтрация L әріпінен берілген. Екінші сұрақ: реабсорбция үрдісі нефронның қай бөліктерінде жүзеге асатынын көрсетіңіз. Генлия ілмегінде жүзеге асады. Үшіншісі: реабсорбция үрдісі механизмін түсіндіріңіз, бұл қанға қайта сіңіріледі. Зәр шығару жүйесі, бұл жерде кесте берілген. Кестеде яғни аурудың атауы және себептері алдын алу жолдарын толтыруыңыз керек. Ал кестені толтырайық. Бұл жерде зәр шығару жүйесі цистит, себебі қан лимфаларындағы микробтар лашуға шомылу, зәр ұзақ сақталу. Алдын алу жолдары белге күтім жасап, таза, жылы жүру. Екінші ауру, бұл бүйрекке қатысты ауру, бұл пиелонефрит. Яғни себебі бұның салқын тию, лас суда шомылу. Алдын алу жолдары жылы киіну және таза суда шомылу. Осы айтқан алдын алу жолдарын алдын алсаңыздар, бұл аурулармен ауырмайсыздар. Төртінші сұрақ: бізде бұл адамның зат алмасының соңғы азоттық өнімі несебінар. Несебінардың артықшылығы бұл қан сарысуынан 0,3 есе көп. Екінші реттік зәр қатынасы оған 65 есе. Ал ең соңғы сұрақ: бізде бұл сұрақ берілген екен. Мәтін, яғни бұл жерде сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Шаянда ыдырау өнімдері ағзадан аммиак, ал жәндіктерден есеп қышқылы түрінде шығарылатын белгілі. Ыдырау өнімдерін сыртқа осылай шығару әдісіне қандай да бір биологиялық мән бар ма? Әлде бұл кездейсоқтық па? Шаян мен жәндіктердің зәр шығару мүшелері жұмысында қандай айырмашылық бар және ол мекениеті ортасымен қалай байланысты? Ал сұраққа жауап берейік. Мекен ортасына тікелей байланысты, яғни шаяндар мен жәндіктер мекениеті ортасы бір-бірімен тікелей байланысты. Өйткені шаяндар да жәндіктердің кейбір түрлері су астында тіршілік етеді. Бұл шаяндар суда өмір сүретіндіктен ең соңғы зәр шығару мүшесі бұл жасыл без деп аталса, ал жәндіктер құрлықта болғаннан кейін мальпигий түтігі деп аталады. Достар, біз бүгін бөлім бойынша жиынтық бағалауды 9-шы сыныптың биология пәнінен аяқтадық. Келесіде де тапсырмаларды орындап салып тұрамыз уақытылы. Ол үшін сіздер біздің каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Бұл деген сіздердің маған деген қолдауларыңыз, еңбегімді бағалағандарыңыз.
Сау болыңыздар, келесі күнде кездескенше.